Келесі микрофондарды келесі бетке апарып берейік. Мен OLX-ке не бердім, жарнама бердім. Экранға шығара қойыңдар. Офер жаздым, копирайтинг жаздым. Сосын осы 2 аптада звонок өте көп болды. Именно өзім туысқаным фазендасы бар еді. Соны интернет-маркетолог болдым да. И 2 компаниямен договорға отырайын деп жатырмын. Ет поставлять етеміз оларға, қалай айтсам, аптасына қанша 200 килограммнан астам ет сұрап жатыр. Сондай келісімге, Керемет. Керемет. Және бөлісетіндер сенбі күні сабақтан кейін копирайтингті дұрыстап, қате жерлерімізді түзеп. Мен хостелден болам, атым Саламат. Өзім етік сатумен айналысам. Сол мен өткен аптада объявление жіберген болатынмын. Копирайтинг жайлы білмей. Экран жүктеп. Сол копирайтинг жайлы біліп, сол жаңағы доставка туралы нақты ақпарат бергеннен кейін маған көбірек ұсыныстар түсе бастады. Сатылым болды ма? Сатылым болды. Ертеңге 2 товар алатын болды. Кооператив нәтижесінде, Кооператив нәтижесінде. Рұқсат болса, мен айтып өтейінші, менің ондығымда Ержан деген кісі бар еді, тұра қойыңызшы. Бұл кісі ДЦП инсульт алған кісілерді емдейді. Инстаграмға таргетинг реклама жіберген ғой. Сразу тұрш. Ержанды көрсетіңізші, осы кісі. Таргетинг реклама жіберген, клиент бар, уже қазір бүгін барып тағы бір клиент алып кетті, оның алдында бір клиент болған, бір клиентпен 3 айға уже договорға отырып қойды. Кооперативі. Керемет. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Мен есімім Аманболат. Біздің компания негізінен халықаралық жүк тасымалдайды. Мен негізі Инстаграмға да, негеде OLX-қа да реклама берген, бірақ OLX-тан бір ғана 30 просмотр, бірақ бір телефон номерім көрген бір ғана адам болған. И сол маған хабарласты. 10 тонна 5 көп шығатын грузды жеткізіп берулеріңіз сұраймын деді. Сосын кеше хабарласты, мен бүгін айттым, бүгін түнгі сағат 12-ге дейін есебін шығарып жіберем дедім. Мөлшермен табысы қанша болады? Килограммнан $0.2 болады. $0.2 да. Жақсы, сосын бөлісесіз, нәтижесімен біткен соң. Құдай қаласа. Және бөлісетін кісілер бар ма? Микрофонды жеткізіп жерсеге. Сәлеметсіздер ме? Мен есім Мадина. Мен де OLX-қа бір апта болды. Микрофон жақындырақ ұстаңыз. Бір аптаның ішінде 45 теңге таза табыс таптым. 0-ден бастадыңыз ба? 0-ден. Қандай сала? Уборка квартира ғой менде. Уборка жасаймыз. Сон 3 клиенттен 45 теңге 3 күнде. 3 күнде, Керемет. 0-ден бастадыңыз. Күнде звонок болып жатыр, сол офердің арқасы ғой енді. Жақсы, керемет. Және бөлісетін кісілер нақты қанша табыс, осы кісі сияқты қандай сала, сол айтып кетсеңіздер, қысқаша басқаларға кішкене мысал ретінде, мотивация ретінде, Ассалаумағалейкум. Мен кешегі оперден кішкене алған сабағымнан маған күнінен 1 тоннаға етке заказ келді. Келістім да, енді өзіме қалатын таза табыс ол күндік 100.000 теңге. 100.000 теңге. Қуаныштымын, керемет. Және бөлісетін кісілер, хостелдан. Барлығымызға хостел сияқты ұйымшылдықты жасау керек. Саламатсыздар ма? Мен хостел миллионерлер мекен хостелден болам. Мен бүгін 500 мыңға шуба сатып алдым. И заказ түсті, оның үстіне маржам 50.000 теңге. Бір күндіктен. Саламатса. Мен Рашида Асылхан, миллионерлер мекенінен біз. Мен салам посуды сату. Кеше OLX-ке салып, 15 теңге предмет алып, 5 теңге пайда таптым бір күн. Жақсы. Жақсы, және үлкен көлемде бөлісетін кісілер бар ма араларыңызда? Үлкен көлемде, жақтан 2-3 кісіге бер жерек микрофонды. Ассалаумағалейкум барша аламан жұрт, мен есім Дидар. Кеше сіздің жіберген бизнес копирайтинг тема, сол кітапты дұрыстап оқып, түнімен оқып шығып, кеше реклама жібердім, бүгіннің өзінде 3 клиент қабылданды. Таза түсетін пайда 40.000 теңге. Керемет, бір күннің ішінде,
Жақсы. Мінекей. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Мен сіздермен бөлісейін дегенім, 1-2 сағаттың ішінде 7000 пайда таптым. Оликсқа жарнама бердім. Түнде таң атпастан келіп қаскелеңнен менің аяқ киім алып кетті. Мен таңдаған салам копирайтинг болатын. Қосымша салам, екінші редискам сол аяқ киіме 2 сағаттың ішінде. Керемет, жақсы. 0-ден бастаған, жақсы нәтиже. Аха. Саламатсыздар ма? Мен есім Нұртас, хостелден боламын. Және де мен интернет-маркетолог, яғни реставрация мебелі. Осы бір аптаның көлемінде біз общий пайда 56 теңге. Бір аптаның ішінде 0-ден бастадыңыз ба? 0-ден бастадым. Жақсы. Қайырлы кеш, шауыңыздар. Сіздің берген сабағыңызда мен өзім қателігімді түзеп, сосын онымен қоса жаңа ақпараттар WhatsApp номерге шығып, каталогта тегін ал деген сияқты жазып, содан 3 күн ішінде 20 теңге пайда таптым. 0-ден басталды ма бизнес? Алдындар 2 апта жасап жүргем. Бұл алманға келмей тұр, бе? Иә, бірақ сатылым сана 2 есеге шықты. Жақсы. Керемет, және 1-2 бөлісе кетіңіздер сонымен. Ассалаумағалейкум. Мен есімім Асет. Мен OLX-ке алдын қайда салғам. Бірақ заказ аз болды. Осы айда оферді дұрыстап 2 объявление салдым. Примерно 40 адам көрді. 5 заказ алдық. Нақты 2 заказдан табыс таптым. 20 мыңдай. 20 мың теңге. Сала қандай? Разборка мебели. Аха. Керемет. Сіз бөлсе кетіңіз. Ассаламағалейкум, құрметті барша жамағат. Менің есімім Қайсабат. Мен өзім Қытайдан келгем. Мен өзімнің салам, сол денсаулық саласында жұмыс жасаймыз. Дәрі сатамыз. Менің Қытайда өзімнің селбесуші адамдарым бар болатын. Сол сіздерден үйренген офер және де басқа сабақтар арқылы өзім үйреткенімді соларға үйреттім, қалай клиент тауып керек екенін үйреттім. Содан бір аптаның ішінде солардың маған толықтаған тауары осы теңгемен есептегенде аптасына 120 мың теңгедей маған таза пайда болды. Сонымен қатар мен Қытай тілін жаттық білем және де тауар алдыра алам. Сол жағынан осы жаққа Қытайдан тауар кіргізетін болып селбесіп жатырмын. Бұйырса және де клиенттерді тауар менен заказ бергелі жатыр Қытайдан тауар алдырғалы. Олардың пайдасын енді есептеймін. Жақсы. Нәтиже бар, өзгеріс бар, иә? Жақсы. Айта қойыңыз. Саламатсыздар, есімім Руслан, хирург дәрігермін. Мен OLX-ті осында келіп жазуды үйрендім 0-ден бастап. Бүгін 66 мың таза табыс болды. Бір обрезание и брюшный ноготь тырнақ алдым, 2 тырнақ. Одан кейін үйде 40 секция бар еді, батарея. Соның 30-ын саттым, 34 мыңға. Осы жалпы 66 мың теңге. Бір күннің ішіне, иә? Керемет, сізде клиент қайдан келіп жатыр? Клиент қайдан келіп жатыр? OLX-тан хирургиялық көмек көрсетеді. Жақсы. Керемет. Сәлеметсіздер ме? Қазір ол жасаға күтедіңіз. Ахмет Біржановтың группасынан бәрі де OLX-та жатыр. Иә, мен де OLX-тан пайда тауып жатырмын. Микрофон жақын ұстай ғой, иә? Сіздерге барлықтарыңызға кеңес беремін, OLX-та дұрыстап корпоратинг жаза білсеңіздер, офер жаза білсеңіздер, сіздер міндетті түрде табысқа кенелесіздер. Бұны мен өзім сөздермен дәлелдей аламын. Мен мамамның айтуы бойынша мен только үйдегі заттардың бәрін сатып шықтым, енді только енді сыртқа көшу керек дейді. Біреулерден тапсырыс алып, енді біреулерден корпоратинг жазып беріп, офер жазып беріп, пайда таппасаң үйде зат қалмады дейді. Абай күлкілі емес, просто сіздің жазған оферлеріңіздің маған тиген пайдасы бұл жерде. Қанша табыс таптың? Мен алдында мен кім көрген екен ол сияқты, мен 5 зат айтқан болатын, сол заттардың 5-еуіне саттым десе де болады. Сен бүгін айтсың ғой? Иә, сол. Сол заттардың барлықтан сайлы тауып 80 мың теңгедей таптым. Сен ата-анаң біле ма сатып жатқаныңды? Саламатсыздар ма? OLX-қа жарнама беріп, Ұлпан ханым, сіздің айтқаныңыздың бәрін орындап, қанша адам телефонды просмотр жасады, бәрінен заказ қабылдадым. Клиенттердің бәрі айтады,
Бірнеше компания тұр, бірақ сіздің компания сенімдік тудырды дейді. Рахмет сізге. Рахмет. Айта беріңіз. Ал мен аты жөнім Олжас, дәрігер уролог болам. Осы копирайтинг сабағы бойынша өтіп, OLX-ке 5 реклама салдым және Инстаграмға бір пост жаздым. 3 науқас келіп, тексеруден өтіп, 10 күнге лечениесін келісімге отырдық. Ол жерден таза лечение қалатын маржа 150 мың теңге. Супер. Керемет. Жалпы қаласы амалын табады, қаламаса сылтауын табады деген рас қой, ә? Вот ана жігіт үйіндегі заттарын әдін сатып кетті. Енді жақсы қолданылмаған болса әрине, бірақ папаң мен мамаң білсе болды главный. Жақсы, керемет, қуаныштымын.